23. Заттар неліктен қозғалады? Заттардың қозғалу себебін білесің. Күш көрсеткіш суретте бала есекті тартып тұр. Буындардың орнын ауыстыр, сонда сабақта не туралы айтылатынын білесің. Оның не екенін есіңе түсір. Дене қозғалыс. Орнын ауыстыру. Суретке қара. Арба мен мәшиненің жүруіне, доптың домалауына не себеп болып тұр? Заттар ненің әсерінен қозғалысқа түседі? Суретте балалар велосипед теуіп жүр, карусель айналып тұр, бала доп ойнап жатыр, әйел арба итеріп бара. Заттардың қозғалысқа түсуіне не әсер етеді? Тәжірибе жүргіз. Алдына қаламсауытты қой. Заттың қозғалғанын не қозғалмағанын бақыла. Қаламсауытты итер. Қорытынды жаса. Зат қозғалды, өйткені ештеңе де өздігінен қозғалмайды. Сүйрегенде немесе itергенде ғана заттар қозғалысқа түседі. Күш заттарды сүйреуге немесе итеруге себепші болатын нәрсе. Күш заттарды қозғалысқа түсіреді, қозғалысты тоқтатады, жылдамдатады немесе оны тежейді, бағытын өзгертеді. Күш дегеніміз басқа денелердің тарапынан болатын әсердің өлшемі. Күш көлемі мен бағыты бойынша ерекшеленеді. Күштің бағыты меңзермен, стрелкамен көрсетіледі. Итеру. Сүйреу. Итеру мен сүйреу арқылы болатын денелердің қозғалысына мысалдар келтір. Суреттерге қарап күштің қандай болатынын айт. Өз мысалыңды келтір. Ауырлық күші бала допты лақтырып жатыр. Үйкеліс күші бала шана сүйреп барады. Серпіліс күші садақ ату. Суретке қара. Мына жарыста күш қай жаққа бағытталған? Қай команда жеңеді? Егер арқанды екі командада бірдей күшпен тартса, арқан қозғалама. Егер командалардың біреуіне екі бала қосылса ше? Аспанға батпырауық ұшырып көрдің бе? Батпырауықтың ұшуына не көмектеседі? Батпырауықтың жібін жібере салып, не болғанын бақыла. Табиғат күші. Түрлі дереккөздерді пайдаланып кемені қалай жасайтынын біл. Оны қандай материалдан жасау керектігін ойлан. Кеме жаса. Оны суға түсір. Кемені ненің көмегімен қозғалысқа түсіруге болады? Сұрақтар. Күш дегеніміз не? Күштің қандай түрлері болады? Түрлі күштердің көмегімен қозғалатын денелерге мысалдар келтір.